Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы статистикалық мәліметтер және олардың сипаттамалары. Оқу мақсаттары бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасының анықтамаларын білу. Бағалау критерийлері: арифметикалық орта, сандық деректер қатарының құлашы, медианасы, модасы ұғымдарын білу. Арифметикалық ортаны таба алу. Сандық деректер қатарының құлашын, медианасын, модасын таба алу. Күнделікті өмірде ауаның орташа температурасы, орташа өмір сүру ұзақтығы, орташа бойы, орташа жалақы, орташа жылдамдығы, тағы сол сияқты сөздерді жиі қолданамыз. Мысалы, сыныпта 7 қыз бала оқиды. Олардың бойлары 1,2, 1,1, 1,1, 1,1, 1,2, 1,128, 1,132 және 1,2 метрге тең. Қыз балалардың орташа бойын табайық. Шешуі: ол үшін қыз балалардың бойларын қосып 7 санына бөлеміз. Яғни, орташа бойы 1,2 метр. Сонымен, арифметикалық орта дегеніміз не? Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп, сол сандардың қосындысының мәнін қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады. Мына мысалда сандардың арифметикалық ортасын табу керек. Ол үшін сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлеміз. Жауабы 4,5. Бірнеше санның арифметикалық ортасын табу үшін бірінші осы сандардың қосындысының мәнін табамыз, екінші қосындының мәнін қосылғыштардың санына бөлу керек. Мода дегеніміз не? Берілгендер қатарында ең көп қайталанатын сан немесе шаманы мода деп атау қалыптасқан. Мысалы, мына сандар қатарында мода 5-ке тең. Қайсы бір жағдайларда берілген шаманың модасы болмауы да мүмкін, немесе біреуден артық болу да мүмкін. Мысалы, мына сандар қатарында мода жоқ. Келесі мысалда, бұл сандар қатарында мода 22-ге тең және 30-ға тең. Әрбір берілгендер қатарында ең үлкен сан және ең кіші сан болады. Санның ең үлкенін берілгендер қатарының ең үлкен мәні деп атайды. Санның ең кішісін берілгендер қатарының ең кіші мәні деп атайды. Өзгеріс ауқымы дегеніміз не? Өзгеріс ауқымы дегеніміз берілгендер қатарындағы ең үлкен сан мен ең кіші мәнінің айырмасы. Мына мысалда ең үлкен мән 5-ке тең, ең кіші мән 3-ке тең. Сонда өзгеріс ауқымы 2-ге тең. Медиана дегеніміз не? Сандар қатары өсу немесе кему ретімен орналасқан жағдайда және сандар қатары тақ болғанда сандар қатарының ортасында орналасқан сан медиана деп аталады. Берілген сандар қатары медианасын табу үшін бірінші берілген сандарды өсу немесе кему ретімен орналастырып жазу керек. Екінші, осылайша орналастырған сандар қатарының қақ ортасындағы санды табу керек. Сол сан берілген сандар қатарының медианасы болады. Мына мысалда медианамыз 5-ке тең. Сандар қатары өсу немесе кему ретімен орналасқан жағдайда және сандар қатары жоқ болғанда сандар қатарының ортасында орналасқан екі санның арифметикалық ортасына тең сан медиана деп аталады. Яғни мына мысалда бұл сандар қатарының медианасы 11-ге тең екен. Сонымен, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз мынандай сұрақтарға жауап бере алады екенбіз. Бірнеше санның арифметикалық ортасын қалай есептейді? Өзгеріс ауқымын қалай табады?
Берілген қатардың модасы деген не? Берілген қатардың медианасы деген не? Егер сандар қатарының саны жұп және тақ болса, онда медиана табуда қандай айырмашылықтар бар?